өзін қазақпын деген адам кем дегенде бір әнді осы домбырамен тарта білу керек. Сол үшін мен бір қазір қағысты көрсетемін. Осы қағыс көп деген әндерде пайдаланылады. Мұқият жаттап қарап алыңыз. Көп адам осы қағыстан қиналады екен. Қарап отырыңыз. Міне былай. Міне төмен 2 рет тартасыз бірінші. Жоғары, төмен, жоғары. Осын жылдамдау тартсаңыз болды. Қараңыз, бірінші тырнақты іліп алмаңыз бүйтіп. Жоғары тартқан кезде бүйтіп іліп алмаңыз. Кішкене сырғытып жіберсеңіз болды. Жоғары тартқан кезде сырғытасыз тырнағыңызды. Міне жылдамдау тартқан кезде былай шығады. Мысалы былай. Деп көп деген әндерді тарта беруге болады осы қағыс арқылы. Немесе осы қағысқа тағы 2 қағыс қосып жіберсеңіз, жаңа қағыстың түрі шығады. Онымен де көп деген әндер келе береді. Мысалға былай, бағана былай тарттық қой, еттік қой, енді осыған тағы 2 қағыс. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Мысалы былай. Егзаттарым-ай, жекжаттарым-ай, құда болып ауылына кеп жатқаным-ай, күміс құман-ай, оттатылған-ай, деп кете бересіз. Не болмаса, Ержан Серікбаев ағамыздың мысалы. Бүкіл әлем құлпырады сен үшін, қияларға самғадым мен сен үшін, өмірімді арнадым мен сен үшін. Сен үшін бәрі сен үшін деп кете береді. Міне осы 2 қағыс бүкіл қазақтың әндерін осы қағыспен тарта беруге болады. Шамамен бір 90-95% әндері осы 2 қағыспен тартылады десем өтірік айтпайтын шығармын. Сізде осыны үйреніп алып тартып көріңіз. Енді осы видео сізге пайдалы болған болса, ұнаған болса, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, сұрақ қойып көріңіз. Соңында тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Әлі гитарада, домбырада талай қызықтарды көрсетемін бұйырса.